Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін қазақтың етінен кейінгі екінші орында тұратын нан салма тамағын дайындаймыз. Ең алдымен қамырын дайындап алатын боламыз. Зуаласына қарай жұмыртқа қосамыз. Мен 2 зуала жасадым, оған 2 жұмыртқа қосамыз. Және тұз қосып, ұн қосып, көлеміне қарай, яғни сұйықтығына қарай қосып, жақсылап араластырып, жақсылап илеп аламыз. Негізі жұмыртқа қаншалықты көп қоссаң, қамырға да өте тиімді, өйткені қамыр пісіргенде езіліп түспейтін болады. Және де қаншалықты көп илейтін болсаңыз, қамырды пісіргенде де соншалықты жылтырап, әдемі, прозрачный болып, әдемі болып түседі. Міне қамырды жақсылап илеп, пакетке салып, жарты сағат, 1 сағат көлемінде қойып қоямыз. Енді тамақтың подливіне көшеміз. Подливке ең алдымен картошка және сәбізді майдалап көбіктеп тураймыз. Көлемін қалай турасаңыз да өз еркіңіз. Келесі пияз бен перецті, яғни болгарский перецті турап саламыз. Келесі подливке ең маңыздысы ет немесе фарш қосуларыңызға болады, қалауыңызға қарай. Мен фаршты қосқанды жақсы көремін. Майда болып подливті әдемі етіп көрсетеді. Міне барлығын турап болғаннан кейін қазанға майды жақсылап қыздырып қоямыз. Одан кейін қолдың сары майын немесе магазиннің сары майын құйсаңыз, қызып тұрған майға өте әдемі дәм шығарады. Және де фаршымыз бен пиязымызды салып, томатымызды салып, жақсылап араластырамыз. Біраз қуырылған соң картошка, сәбіз және сары бұрышымызды қосамыз. Егер үйде бұрыш болмаса, картошка мен сәбіздің өзін қоссақ та болады. Олардың барлығын қосып, жақсылап араластырып, үстіне су құямыз. Келесі тұз және де өз қалауыңызға қарай бұрыш қосуға болады. Подливті баяу отқа қойып, жаймен қайнатамыз. Енді келесі қамырға қайтадан кірісетін боламыз. Келесі асты жабыспас үшін ұнды сеуіп жіберіп, қамырды 2 бөлікке бөліп, жақсылап жайып аламыз. Негізі нан салманың қамыры бешбармақтың қамыры сияқты жұқа әрі езілмейтін болып түсу үшін қамырын қатты етіп илеу керек. Міне қамырымызды жайып болдық. Енді оны бөліктерге бөліп кесеміз. Көріп тұрғандарыңыздай қамыры өте жұқа жайылған. Енді қайнап тұрған тұз суға қамырларды бірінен кейін бірін салып аламыз. Егер де басқа да дәмді тағамдар рецебін білгіңіз келсе, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Міне қамырды сүзіп алдық, енді подливті құямыз. Подливтің бетіндегі майын қамырымыз жабыспайтындай етіп, арасына жақсылап араластырып жағамыз. Міне өте тойымды, өте дәмді шығатын, әсіресе ер кісілерге ұнайтын қазақ тағамы дайын. Сізге де жасап көруге ұсынамын. Каналыма жазылыңыз.